Сәлем құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге медовик жасаймыз. Егер осы медовиктің рецептісі сіздерге керек болса, міндетті түрде осы видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал біз сіздерге өзімнің ингредиенттерімді атап өтемін, соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші медовиктің коржын жасаймыз. Ол үшін сары май, қант және бал қосу керек. Менің қолданған балым искусственный. Егер сізде натуральный мед болса, тек жақсы, себебі медовик осы медтің дәміне байланысты. Ал енді осының барлығын қосып болғаннан кейін водяной баняға қоямыз. Міне өздеріңіз қарап тұрғандай, біздің осы жасаған массамыз еріді. Енді осының үстіне ұн және ванилинді қосамыз да араластырамыз. Ең басты жұмыртқаны қосуды ұмытпаймыз. Бұл жерде менде 4 жұмыртқа, осылай ақырындап кішкене суығаннан кейін қосамыз. Мінекей енді ұнымызды қосып, тесто жасаймыз. Тестамыз қатты қою, қатты сұйық болмау керек, осындай қалыпта болу керек. Содан кейін біздің корждарымызды алып домалақтап, жарты сағатқа қойып қойғаннан кейін барлығын пісіреміз. Әр минутта 7-8 минут. Содан кейін біздің кремімізді жасаймыз. Креміміз заварной крем деп аталады. Ол үшін 500 мл сүтке қант, жұмыртқа, ұн және ванилин қосамыз. Және десерт крахмал қосуларыңызға да болады. Содан кейін қатты отта немесе жай отта араластырып отырамыз. Араластырып отыру маңызды, себебі асты жақтары күйіп кетеді. Сондықтан да барлығын қарап отыруды ұмытпаңыздар. Міне біздің крем дайын болды. Енді біздің тестамызды алып, корждан жайғастырамыз. Өкінішке орай осы жерлері видеоға түспей қалыпты. Енді осылай қойғаннан кейін холодильникқа бір түнге қойып қоямыз. Кішкене холодильниктен бірден алынғаннан кейін қаттылығы болып тұр, ал негізінде медовик өте жұмсақ әрі дәмді болып пісті. Қараңыздар, қандай әдемі. Менде 7 слой болды. Өте дәмді болып шықты, шынымды айтсам, жұмсақ әрі өте дәмді, нәзік. Әрі үйде бар 8-7 ингредиенттен жасалған. Енді мына жерде кішкене неудачный попытка болып қалды. Шынымды айтсам, бірақ өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, себебі алдағы уақытта өте қызықты видеолар шығатын болады.